Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге қызыл ірімшік қалай жасалады және қызыл ірімшіктің жасалу жолы мен құрамын бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және осы рецептті жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бізге ең алдымен қызыл ірімшігімізді жасау үшін 3 литр сүтіміз керек. Сүтімізді табаны қалың темір ыдысымызға құйып, газ отымызға ең жоғарыға яғни ең үлкен деген газ отымызға қосып, сіздің сүтіміздің қайнағанын қақпағын жауып, жақсылап бір рет араластырып күтетін боламыз. 5-10 минут өткеннен кейін менде 200 грамм стакан, видеода көріп тұрғандарыңыздай, соның жартысы менде 100 грамм қантымызды қостым. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, 3 литрға 3 стакан қант қоссаңыздар, өте керемет дәмді тәтті болып шығады. Мен қатты тәтті болғанын қаламадым. Енді қайнай бастаған кезде мен 200 грамм осындай магазиннің Foodmaster фирмасының айранын қосатын боламын. Егер сіздерде үйдің айраны болатын болса, 100 граммда жетеді. Бұл айранның қышқылдылығына байланысты. Сүтімізді біз ірітіп алу үшін. Жақсылап ірітіп алғаннан кейін, міне осы қоса салған кезде бірден осылай сүтіміз іри бастайды. Енді сүтіміздің жағын қайнағанын күтеміз. Қайнаған кезде осылай екіге бөлінеді. Сары суыменен біздің өзіміздің ірімшігіміз осылай екіге бөлініп шығады. Енді осылай қайнағанын көргеннен кейін қақпағын аузын жабамыз да, астын газ отымыздың астын басып, ортаңғы немесе төменгі газ отымызға қосып 3-4 сағат жақсылап қайнатып алатын боламыз. Міне біздің қайнап шықты. Менде 4 сағаттай күттім. 4 сағат өткеннен кейін осыны біз сүзіп алатын боламыз. Маған сүзу үшін ең алдымен осындай тесіктері бар, осындай сүзгі болды. Менде егер сізде мұндай сүзгі болмаса, манты жасайтын мантаварка да жарай береді. Осындай суымыздың ірімшігіміз бөлініп сумен бірге кетіп қалмас үшін осындай біздің мата керек. Марлы мата немесе басқа да сүзгілер жарай береді. Міне мен осы марлыға құйып алдым да, жақсылап ішіндегі тұрған суын бөліп алу үшін ірімшігімізден осылай айландыра отыра жақсылап матамызды жаптым. Жақсылап матамызды жапқаннан кейін үстіне тарелкамызды осылай қойдым. Видеодағыдай үстіне 5 литрлік сұйық майымызды қостым. Егер сізде ауыр қандай зат бар, соны қойсаңыздар да болады. Ең бастысы ішіндегі ірімшіктің суы шыққан сайын ол өте нығыз әрі керемет дәмді болып шығады. Міне менде су мақтысы где-то бір 2-3 сағаттан суыды дайын болып шықты менің ірімшігім. Видеода көріп тұрғандарыңызда енді дастархандарыңызға турап ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.